Сәлем құрметті біздің оқырмандар. Әдеттегідей өткен аптаның жаңалықтарын сіздерге таныстыратын мен Ақерке Мағжанқызы. Көктемнің алғашқы күні алғыс айтумен басталды. Мектеп басшысының орынбасары Оразбек Бақытханұлы жетекшілігіндегі ару қыздар триосы ата-аналар демеушілігімен алғыс әніне бейнебаян түсірді. Бейнебаян облысымыздың басты әлеуметтік парақшаларында көрініс тапты. Алтын қазына балалардың көркем және сәндік қолданбалы бұйымдар шығармашылығының республикалық көрме конкурстың қалалық кезеңінде мектебіміздің оқушысы Сафарова София жүлделі екінші орын иеленді. София мектебімізде ашылған қыш құмыра жасау үйірмесінің шәкірті, жетекшісі Ақбаян Халелқызы. 2022 жылдың 3 наурызында өз қолымен жасалған сиқыр атты қашықтықтан сәндік қолданбалы байқауда 3 Г сынып оқушысы Карпеков Ақылжан 1-ші дәрежелі дипломға, 2-ші орынға Веснина Анастасия ие болды, жетекшісі Бақыт Қанатовна. 3-ші орынды 4-ші В сынып оқушысы Братмайер Герман иеленді. Сондай-ақ мектебіміздің ұстаздары Жебе қоғамдық бірлестігі мен облыстық шаңырақ халық шығармашылығы мәдени сауық орталығы бастаған ең әдемі киім ұлттық киім жобасын қолдап, наурыз айы бойы ұлттық киімде жүреді. Құрметті оқырман, ең әдемі киім ұлттық киім екенін сіздер де естен шығармаңыздар. Аптаның басты жаңалығы мектебіміздің 6-шы Г сынып оқушысы кітап оқып өзінің ең алғашқы темір тұлпарын тізгіндеді. Байқау ережесі бойынша оқушыларға Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасын оқу тапсырмасы берілді. Кітап оқуға 300-ге жуық оқушы қатысты. 3 кезеңнен тұрған конкурстың бірінші тапсырмасы шығарма желісі бойынша эссе жазу. Үздік эссе жазған оқушылар шығарма негізінде тест тапсырды. Тесттан ең жоғарғы ұпай жинаған 20 оқушы ақтық мәреде қазылар алқасының алдында шығарманы толық мазмұндап берді. Осы 3 кезеңнен сүрінбей өткен 9-шы А сынып оқушысы Жаналиден Камилла 3-ші орын, 7-ші В сынып оқушысы Зубова Анастасия 2-ші орын, 8-ші А сынып оқушысы Мұсағалиева Аяна 1-ші орын иеленсе, ал 6-ші Г сынып оқушысы Дмитриев Матвей бас жүлде жеңіп алды. Велосипедке қол жеткізді. Құттықтаймыз. Кітап оқиық достар. Кітап үнсіз ұстаз. Сондай-ақ, таэквондо Ким Сонг Су мектебінің ашық рейтингтің чемпионатында мектебіміздің оқушысы Баяманова Жасмин 1-ші орынға ие болды. Болашақ әлем чемпионының алғашқы жетістіктерімен құттықтаймыз. 6 наурызда Сапа спорт кешенінде Кумите бағдарламасында каратэ-до бойынша қалалық біріншілік өтті. Бұл біріншілікте 5-ші Б сынып оқушысы Даниева Дарина 12 жасқа дейінгі топта 1-ші орын алды. Мектебіміздің жас футболшысы 7-ші А сынып оқушысы Абилманов Хамза қатысқан футбол құрамасы Нұрсұлтан қаласынан 3-ші орын иеленді. Біз мақтан тұтатын тағы бір оқушы 8-ші А сынып оқушысы Мұсағалиева Аяна. Оның қоржыны тағы бір медальмен толықты. Бұл жолы ол өзінің спорт жетістіктерімен мақтана алады. Аяна Павлодар қаласының қыздар арасында каратэ-додан біріншілік кубогында 2-ші орын алды. Ал 5-ші В сынып оқушысы Коновалов Кирилл Қарағанды қаласында республикалық би жарысынан 1-ші орын иеленді. 1-ші А сынып жетекшісі Ауған Меруерт Мұратовна ұстаздарға арналған республикалық педстарт олимпиадасының жеңімпазы атанды. Осы апта «Алло, біз таланттарды іздейміз» мектепшілік байқауы өтті. Байқауға 40-тан аса оқушы қатысып, өз өнерлерін көрсетті. Үздік оқушылар ары қарай мектепшілік шараларда өз шығармашылығын дамытатын болады. Педагогтар арасында 2 жұлдыз атты іс-шара өтті. Мұғалімдер өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсетті. 3-ші орынды Олжатаева Жадыра мен Қашау Алмаз, 2-ші жұп Өсербайұлы Еркеплан Кужакова Мадина иеленді. 2-ші орын Искакова Маржан, Әділбаева Гүлжан, сондай-ақ Азнақұл Айдарханұлы мен Мұхтарханова Әсемгүл иеленді. 1-ші орын Сабитова Айнагүл мен Сафарова Зояға бұйырды. Ал үздік жұп және гран-при иегерлері Мағжан Ақерке мен Ауған Меруерт болды. Аптаның соңы осындай көңілді нотамен аяқталды.
Достар, біздің аптамыз осындай жақсы жаңалықтарға толы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Я, как всегда, буду знакомить вас с новостями прошлой недели. Первый день весны начался со слов благодарности. Трио Ару Кыздар под руководством заместителя руководителя школы Оразбека Бахткановича сняли клип на песню «Алгыс». Видео нашло отражение в главных социальных страницах области. На городском этапе республиканской выставки конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Алтын казына» ученица нашей школы Сапарова София заняла призовое второе место. Руководитель кружка гончарного искусства Акпаян Халеловна. 3 марта прошел дистанционный конкурс декоративно-прикладного искусства «Волшебство своими руками». Ученик 3 Г класса Карпеков Акылжан получил диплом первой степени. Второе место Веснина Анастасия, руководитель Бахыт Канатовна. Третье место Братмайер Герман, руководитель Майлакова Наталья Юрьевна. Поздравляем! А также учителя нашей школы поддерживают проект общественного объединения «Жибе» и областного центра народного творчества «Шанарак». Самая красивая одежда – национальная одежда. Наши учителя весь март ходят в национальной одежде. Главной новостью недели стало то, что ученик 6 класса нашей школы прочитал книгу и выиграл своего первого железного коня. По правилам конкурса учащимся было дано задание прочитать произведение Бауыржана Мумушула «Ушкан Ян». Первое задание конкурса – написание эссе по линии сочинения. После учащиеся, написавшие лучшие эссе, сдали тест на основе сочинения. 20 учащихся, набравшие наибольшее количество баллов по тесту, на финальном этапе перед жюри подробно изложили произведение. Ученица 9 А класса Жанализенко Мила заняла 3 место. Ученица 7 В класса Зубова Анастасия заняла 2 место. Ученица 8 А класса Мусагалиева Аяна – 1 место. Ученик 6 Г класса Дмитриев Матвей – Гран-при. Поздравляем! Давайте читать книги, друзья. Книга «Молчаливый учитель». Также на открытом рейтинговом турнире школы Таэквондо Ким Сонг Су ученица нашей школы Баяманова Жасмин заняла 1 место. 6 марта в спорткомплексе САПА в программе Кумите прошло первенство города по каратэ-до. В этом первенстве ученица 5 Б класса Даниева Дарина заняла 1 место в группе до 12 лет. Юный футболист нашей школы, ученик 7 А класса Абильманов Хамза, занял 3 место со своей командой в городе Нур-Султан. Еще одна ученица, которой мы гордимся, Мусагалиева Аяна. Ее копилка Еще одна ученица, которой мы гордимся, Мусагалиева Аяна. Ее копилка пополнилась еще одной медалью. На этот раз она может похвастаться своими спортивными достижениями. Аяна заняла 2 место в Кубке первенства города Павлодара по каратэ-до среди девушек. Классный руководитель 1 А класса Ауган Мирюет Муратовна стала победителем Республиканской предстартовой олимпиады для учителей. На этой неделе прошел школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты», в котором приняли участие более 40 учащихся. Лучшие ученики будут развивать свое творчество на внутришкольных мероприятиях. Среди педагогов прошло мероприятие «Две звезды». Педагоги показали свои творческие способности дуэтом. 3 место заняли Олжатаева Жадра и Кашау Алмаз, и 2 пара Усербаева Иркиблан Кужакова Мадина. 2 место Искакова Маржан Адельбаева Гульжан, а также Азнавул Айдарханович и Мухтарханова Асемгуль. 1 место взяли Сабитова Айнагуль и Сапарова Зоя, а лучшей парой и обладателями гран-при стали Макжан Агирке и Ауган Мирверт. Итак, друзья, конец недели закончится на такой веселой ноте. До новых встреч!
Hello dear readers, as always I will introduce you to the news of last week. The first of the spring began with words of gratitude. The trio Aru Kazdar, under the leadership of the deputy head of the school Orazbek Bakhtkanovich, shot a video for the song Algaz, sponsored by parents. The video was reflected in the main social pages of the region. At the city stage of the Republican exhibition, competition of children's art and decorative and applied creativity Altın Kazana, a student of our school, Safarova Sofia, took the second place. Head of the pottery art, Sokol Akbayan Halelovna. On March 3rd, a remote competition of decorative and applied art, Magic with Your Own Hands, was held. A student of the 3rd class, Karpekov Akuljan, received a diploma of the first degree. Second place, Vesnina Anastasia, head Bakhtot Kanatovna. Third place, Bratmayer German, head Mailakova Natalia Yurievna. And also the teachers of our school support the project of the Public Association JB and the Regional Center of Folk Art Shanrak. The most beautiful clothes are national clothes. Our teachers wear national clothes all March. Dear reader, remember that the most beautiful clothes are national clothes. The main news of the week was that a student of the 6th grade of our school read a book and won his first iron horse. According to the rules of the competition, students were given the task to read the work of Baujan Momushulu Ushkan Yam. About 300 students took part in the reading. The first task of the contest consisting of 3 stages, writing an essay along the line of the essay, after which the students who wrote the best essay passed the test based on the essay. The 20 students who scored the highest number of points on the test presented the work in detail to the jury at the final stage. 9th grade student Janalitin Kamila took the 3rd place. 7th grade student Zubova Anastasia took the 2nd place. 8th grade student Musagalieva Ayana the 1st place. 6th grade students Dmitriev Matvey Grand Prix. Friends, let's read books. The book is a silent teacher. Also, at the opening rating championship of the school, Taekwondo Kim Song-soo, a student of our school, Bayamanova Jasmine, took the 1st place. On March 6th, the city's Karate Do championship was held in the Sapa Sports Complex in the Kumite program. In the championship, a student of the 5th grade, Danieva Darina, took the 1st place in the group up to 12 years. A young football player of our school, a student of 7th grade, Abilmanov Hamza, took the 3rd place with his team in the city of Nur Sultan. Another student we are proud of is Ayana Musagalieva. Her piggy bank was replenished with another medal. This time he can boast of his sporting achievements. Ayana took the 2nd place in the cup of the championship of the city Pavlodar in Karate Do among girls. Teacher of the 1st grade, Augan Mirvert Muratovna, became the winner of the Republican Pet Start Olympiad for teachers. This week the school competition Hello, We Are Looking for Talent was held, in which more than 40 students took part. The best students will further develop their creativity at intra-school events. The event to start was held among teachers. The teachers showed their creative abilities as a duet. The 3rd place was occupied by Olzhataeva Jadra and Kashal Almaz, and the 2nd pair of Osirbaylu Yerkeblan Kuzhakova Madina. The 2nd place is Iskakova Marjan, Adilbaeva Guljan, as well as Aznagul Aydarhanovich and Mukhtarhanova Asemgul. Sabitova Aynagul and Safarova Zoya took the 1st place, and the best couple and the Grand Prix winners were Magjan Agerke and Augan Mirver. The end of the week ended on such a cheerful note. Goodbye, friends!